кешке жақын сол жылап енді эфир бітті ғой, содан кейін маған кішкене сообщение жазған болатын, не үшін жылап қалдың, не үшін қатты мен кеткенде жыладың деген сияқты. Сол шықпай тұрған кезде негізінде көп сөйлесіп жүрдік, былай айтқанда осы жерде кәдімгідей әңгімеміз бір жарасып жүргендей сезілді маған, өйткені ер жігіт қатты өзгерген, баяғыда емес, шынымен де қатты өзгерген. Диана ханым андай басылып қалған, ол да. Сол Диана ханым көп ойландым, негізше көп ойландым, осы нәрселерді айтпас бұрында ойландым Диана ханым. Даже енді өзім редакторыма да мүлдем жақындамай жүрген едім да, қашып. Осы мәселені айтып қалмаса екен деп па? Я, не ойлап жүрсің, сен что-то басқаша болып кеткенсің деген сияқты маған. Я, адам өзгереді екен негізінен. Демек, ол не деп жатыр өзі Ханзада? Диана ханым негізінде біздің әңгімеміз тиктоктан басталған тұғын негізінде. Содан кейін? Негізінде ержігіт мырза тиктокқа кірмейтін тұғын. Вообще сіз үшін кіріп жүр? Жоқ, негізінде бастапқыда біз Шерхан екеуміз ғана кіретінбіз да, енді менің інім ғой. Кейін ержігіт мырза жақындап маған айтты да, сендер тиктокқа кіресіңдер, мен де кіргім келіп жүр деген сияқты. Содан кейін мен өзімнің советтеріме бөліскен тұғым, қалай кіру, білмейді екен да, қалай стримге кіру керек. Иә. Соны мен барлығын түсіндіріп, екеуміз кәдімгідей біраз әңгімелескен тұғымыз сол тикток туралы. Сол негізі тиктоктан басталды ғой көп нәрсе. Одан кейін тиктоктан бөлек жеке сөйлесу болды ма? Жеке сөйлесу бір қатты особо болған жоқ, бірақ кішкене звондап былай сол тиктоктың шамасында бір айтқысы келді, бірақ кейін жабылып қалды ма, білмеймін, әйтеуір әңгімесі таусылып қалды ма. Сонымен қатты особо бір сөйлескен жоқпыз, бірақ звондап бір менің қал жағдайымды білгені бар. Егер қаласа, қысқасы Ханзада үміткер болып сізге келе алады. Мен білмеймін, Диана ханым жауап бере алмаймын, өйткені алдында тиктокта кейбір сөздерін естіген кезде мен өзім шок болып қалдым. Қандай сөздер? Жаңағы жаным, күнім деген сөздер ма? Жаным емес, енді мен бір сұрақ қойдым, мен шынымен де адам ретінде, жалпы қыз ретінде ұнайын ба деген кезде, я ұнайсың деген сөздері бір жүрегімді бір жібітіп жүргендей болды да. Кешке жақын